Ассаламу алейкум, урметлі серджелері, бұл UA TV студияда Украина хаберлері бүгін августның 28-і Чаршынбе күні. Біз сіздерге Украинада ве дүнияда олып кечкен вақалар ақында тариф етмеге азармыз. Бүгінден баста ешғалжелер тынчылық режиманы дорт кере бозды. Бұл ақта бірлешкен құветлерінің матбуат мерkezінде хабер етілді. Новолуганский янында душман мина топулараны құланған. Граната атқыч атышы астында Новоташковский ве певдені имаеджелері қалды. Зайцева тарафында есе боевиклер граната атқыч ве хафиф силя ішлетті. Украина аскерлері арасында яраланған яда әля қолғанлар жоқ. Русия Кения Украинаға қаршы провокация. Это августның 30 бірінде Украина ДНСД Одессадан Женюбке таба ракеталарны сынажақ. Амма Русия қара ДНСның бұл бөлгесіні қапатажығы ақында илан етті. Ве қапатылған бөлге Украина білдірген вақытта тәлікелі олажақ деп білдірді. Ресми себеп ракета атышлары үшін бөле Русияңды Сибри сталимлері вақтында япқан еді. Львив вилаятының Драгович шерінде мескун евнің бір подъезді авдаралып тұшты. Эки кеші әлі қолды, едісі яраланды. Олардан 5 бала. Құртары желарының мәліматына көре да 5 кеші амравлар тубынды ола біле. Қыдыров құртаров ішлерінде 450 кеші 65 дәне течхизат ве 3 көпек іштірак еті. Геже Киевден мобиль құртаров мерkezінден 20 мутихасыз келді. Олар ән қиын ішлеріні япа. Қаза геже саат үчлерді юз берді. Башындан себеп газ патламасы олды деп білдірілі еді. Сонра есе жинайет давасыны полис мескен коммуналь ходжалық объектлерінің аселет бозуы яда yok етігі маддеге деніштірді. Кирилл Вышинский Шахсимеч Буриетнен азат етілді. Киев истинав махемесі РИА Новости Украина реберанын сынарламаты етбараны дыныштырды. Кирилл Вышинский тақиқат тевқифханесінде бір ел кечірді. Махкеме оны отырушыларға келмеге ве отырған ераве іші ақында мәлімат бермеге мечбур етті. РИА Новости Украина баш муарері Кирилл Вышинский 2018 сенесі майысының 15-інде Киевде девлет хайынлегіне шубелі сайылып тұтылған еді. Эки күнден сон аписке алынды ве бүгінге қадар тақиқат тевқифханесінде тұтылған еді. Озы Вышинский қабатлавларны рет етіп, оларға сақтедей еді. Эле елых купюр яны кебі Донецк велиятынды Богородичне кою янындаки Северский Донецк узянынден кечкен купурлы кечетінің тамері екенленді. 200 метрлік иншаат Светогорск янында бір девлет емиятындаки автомобиль yolunun қысмы. Апрель айында башланған тамир 30 миллион гривна алды. Тамир үшін пара ярасы девлет фондундан, ярасы вилайет бюджетінден айрылды. Иншаат темеленден тамир етілді, жаяв кечеті ве ярық пейда алды. Ве сувларның ақытылмасы үшін системада мүкемелештірілді. Благодаря тому, что у нас большой опыт. Büyük tecrübemiz ve yakşı технологияларымыз sayesinde tamir işlerini bir ay evvel yükünledik. Мост был плохой. Эвел купюр ярамайды, тешеклері бар еді, хусусан мұна бұ ерді. Атта яқмашнанен кечмек мүмкін дегіледі. Оле тешеклер еді. Ташыт yolуда ярамайды, купюр ярамайды, шымды есе яқшы, пек яқшы купюр олды. Дүниеда ән қадеми чөл қорығы. Херсон вилаятындаки Асканьянова мувақат қорығы еді Украина табиат мужизелерінден бірісідір. Мұнда қоралап вольерлер yok, чөлде тахминен 2000 айван яшай. Олардың арасында 100-ден зияды қызыл китапқа көрсетілген. Зебра, муфлон ве бизонларыны көрмек үшін әр ел 80 бин турист келе. Да тавселятлыджы невбетті келев хамызда. Стоять. Не вздумай, да. Бақ, қорқытмаға мені білет ұшынме, тұр еріңде. Херсон вилеті еді Украина табиат мужизелерінден барысы Асканьянова. Уникаль биосфера қорығында айванлар раат-раат ачық авада кезе. Це зовсім наше хороше, нічого в руці немає. Көресің, бұл ел. Пармақларны тішлемек керекмей. Оларнен лаф еткенлеріні бегенелер, о zaman олар тынчылар.
Туристлерni чөлге уникаль сафарины көрмек üçün алып кетелер. Бірі силалы әлбеттекі фотоаппаратнен. Силуетик такий прекрасний. Ажайып, айлер есімі мүмкін демек. Бірінші дурақ зебра сүрісі. Айванлар зиyaretçiler тарafından диққатқа енді алышқан ве қорқмайып яқын келелер. Ось це ще маленьке підійшло. Мында да кечкенечек келді, бұ кечкенсене доған сойы. Телюкелі айванларға тек Аскания Нова мудирі Виктор Гавриленко яқынлаша. Мында чалашып 25 ел ішінде айванларны яқшы огренді. Поряд з нами ходить стадо бізонів. Yanımızda bizon süresi yüre. Bugün de onların sayısı 60 dane. Bu Şimal Amerika'dan ayvanlar. Ama bizim Ukrayn çöllerimizde de uzunu iyi duyalar. Olar bizim Ukrayn zuburlarımızın akrabaları ola. Askania Nova'da olar da Friedrich Falzfein zamanlarında yaşay. Херсон çöllerinin koruğunu 120 yıl evvelsi bir Alman mintsenatı yarattı. Askania Nova'nı kıtalar rast gelgen bir yer dep adlandıralar. Bu yerde hatta Arktika'dan ayvanlar var. Ayvanlar kıyık tabiatka oldukça yakın olgan tabi şartlarda yaşay. О, хрюснули. Manglaylarından uruldular, bakınız, maşallah. Turistler fotolarını çıkarmağa zorla yetiştirdiler. Bakınız, sol taraftan nasıl küçük sığırçık. Askania Nova bu 33 bin gektar. Bu saban, dendropark, ayvanat bahçesi gibi şeylerini hiç bir vakit görmegen unikal yerdir. Mında seyrek rast gelgen ösümlükler, ayvanlar ve kuşlar gayet iyi uyuşalar. Onların arasında Kızıl Kitapka kirsetilgen 1580 tur var. Turistler deyler ki bütün bunu diğer kuruqlarla kıyaslamak hiç mümkün değil. Men birkaç iyi foto çıkarıp oldum. Bizde Harkiv'de ayvanat bahçesinde böyle olmay. Askania Nova dünyanın en kadimi çöl kuruğu. Bu sene o temelcisi Falzfein onu kuruq parkı olarak ilan etkeninden 100 yıllığını kaydetti. Natalya Dudkina, Vitaliy Shalnov, Kherson vilayeti, UATV. Zamanımızın cınkı qında film Ilovaiskoy 2014 Batalyon Donbass. Bu avgustun 29'ında oynatуға çıkacak filmnin serlevası. Film gerçek facialı vakalar esasında çıkarıldı. İlk gösterilme arifesinde Kiyev'de icadi takımın kuruşuv olup geçti. Kinematograflar aytkanına göre ssenariy 2 yıl davamında matbuat malumatına ve Donbass batalyonu askerlerinin hikayelerini esaslanıp yazıldı. Filmde hem ihtisasi aktörler, hem Ukrayna imayecileri, hem Ilovaisk'nın azat ediluvinin iştirakçileri iştirak etti. Бійці дуже допомагали, вони постійно були на знімальному майданчику. Askerler pek yardım etti. Olar daima çekiş maydanında edi. Olar mında böyle şeyini gösterdi. Bizde anda maşinalar sırası, BTR, olar oynan yürüdü. Bu kerek olganın bilgen olar ozu taptı maşinalarını boyaladı, olarını hazırladı. Yani 2014 senesi olganını kibi yaptılar. Sonra yeşil koridor yapılgan vakit onu yakıp taşladılar. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz. Daha çok haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuy bilesiniz. UATV ile olınız, sözünüzge muqaytılınız, sağlıqnen qalınız, yarınға qadar көрішкенде.